Салем достар, сіздермен бірге Айзада. Каналыма қош келдіңіздер. Өте дәмді әрі жеңіл дайындалатын сиырдың бауыр етінен жасалатын паштеттің рецептімен бөлісемін. Расымен аз ғана уақытыңыз кететін бұл паштетті таңғы, түскі, кешкі асқа да жей бергім келеді. Сондықтан каналға тіркеліп, менімен бірге әзірлеңіз. 2 үлкен емес пиязды қатты майдаламай турай берсеңіз болады. Бір үлкен емес сәбізді майда үккіштен өткіземіз. Табаға ертілген немесе күнбағыс майын құйып қыздырып аламыз. Пиязды салып кішкене қуыруымыз қажет. Үстінен сәбізді саламыз. Достар, каналымның өркендеуіне қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, осы және басқа да видеолармен достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Қақпағын жауып, орта отта 10-15 минут бұқтырып аламыз. Уақыт өткеннен кейін бөлек ыдысқа саламыз. Сол табаға 100 грамм жақсы сары майымызды жібереміз. Май ерігеннен кейін 500 грамм бауыр етін салуымыз қажет. Дәміне қарай тұз бен қара бұрышты қосамыз. Осылайша қаттырақ отта 5 минут қуырамыз. Менің пешімде 9 режим бар, соның 8-сінде қуырдым. Бауырды қуырып алғаннан кейін көкөністерді қосамыз. Үстінен 10 немесе 20% 100 грамм кілегейді құямыз. 3-4 минуттай тағы қуырып алуымыз қажет. Бөлек ыдысқа салып, кез келген блендерден өткізіп аламыз. Паштет дайын, енді таза ыдысқа саламыз. Тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа немесе 1 түнге жібереміз. Бауыр етінің ағзамызға пайдасы өте мол. Балаларыңыз немесе отбасыңызда басқа да ересек адамдар бауыр етін жей алмайтын болса, осы паштетті әзірлеп көруге кеңес беремін. Міндетті түрде өз рациондарыңызға қосуды әдетке айналдырыңыз. Көп уақытыңызды алмайды, бірақ дәмі деген тіл үйреді. Астарыңыз дәмді болсын. Мерекелік дастарханға торт дайындаймын. Бірақ ерекше, тәтті емес, бауырдан жасалған жеңіл торт. Өте қарапайым әрі оңай әзірлену жолымен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, менімен бірге әзірлеңіз. Ең алдымен 400 грамм, шамамен 3 дана сәбізді майда үккіштен өткіземіз. Комбайнды өткізу міндетті емес. 600 грамм менде сиырдың бауыры. Комбайнға немесе ет тартқышқа салып, өткізіп алуымыз қажет. Екі дана жұмыртқа, 1-1,5 шай қасық тұзды қосып араластырамыз. Комбайнда араластыру әрине міндетті емес.
мысалға ет тартқышта тартып, ал келесі ингредиенттерді венчикпен араластыра берсеңіз болады. Келесі 3 ас қасық ұн, 250 мл сүтті қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, каналымның өркендеуіне қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, келесі жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Міне біздің бауырдан құймағымыздың қамыры дайын болды. Енді салмасына кірісеміз. 3 дана пиязды майдалау текшелерге кесеміз. Екі дана болгар бұрышында текшелерге кесеміз. Оның орнына шампиньондарды майдалап турап қоссаңыз да болады. Немесе болгар бұрышын да шампиньонды да қоспай, құр пияз бен сәбізді қуырсаңыз болады. Әрине барлығы отбасыңыздың өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Табаға кез келген өсімдік майын немесе ертілген сары майға салмасын дайындаймыз. Ол үшін бірінші пиязды қуырамыз. Пиязымыз кішкене қуырылып жұмсарғаннан кейін сәбізді саламыз. Болгар бұрышын қосып араластырамыз. Дәміне қарай қара бұрыш және тұз қосамыз. Көкөністерді жақсылап қуырып алғаннан кейін табаның қақпағын жауып, баяу отта 10-15 минутқа қойып қойдым. Енді бауырдан құймағымызды дайындауға кірісеміз. Ең бірінші құймаққа табаны майлап алған жөн. Қызып тұрған табаға орташа шөмішпен құйып біркелкі етіп жайып шығамыз. Пешіміз орта оттан сәл жоғары болуы қажет. Құймақтар өте тез піседі. Әркімнің пеші, табасы әртүрлі болғандықтан қарап тұрыңыздар. Қоңырланып, әдемі түске боялса, келесі бетіне айналдырыңыз. Әрине, екінші беті бірінші жағынан тезірек піседі. Осылай біткенше барлық құймақтарды пісіріп шығамыз. Менің табамның диаметрі 22 см. Сізде үлкенірек болса, ештеңке етпейді. Тек тортымыздың биіктігінде айырмашылық болады. Қалауыңыз бойынша жұқа шеттерін кесіп тастауға немесе солай қалдырсаңыз да болады.
Біздің бауырдан құймақтарымыз дайын болды. Құймаққа жағылатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм майлылығы 25%-дан кем емес қаймақ пен 2-3 дана сарымсақты майда үккіштен өткіземіз. Қалауыңыз бойынша қаймақты майонезбен алмастырсаңыз болады. 100 грамм өңделген ірімшікті жарты сағатқа тоңазытқышқа салып алып, майда үккіштен өткіземіз. Біріктіріп, жақсылап араластырып алуымыз қажет. Енді тортты жинайтын уақыт келді. Осындай пісіруге арналған шеңберіңіз болса, соның ішінде де жинауға болады. Немесе көлемі келетін әдемі тәрелкенің үстіне жинай беріңіз. Ең басында мен құймақ, қаймақ, үстінен салманы жағып шықтым. Бұлай жеке-жеке жаққаннан көбірек уақыт алатындықтан, келесі қабатында қаймақ пен салмасын бірге қосып араластырып алдым. Міне, қаймақ пен салманы біріктіруді жөн көрдім. Кішкене бөлігін бетіне алып қалыңыздар. Осылайша құймақ үстінен салмамызды жағамыз. Әр қабатына шамамен 2 ас қасықтай салмасын саламыз. Барлық қабатын құймағымыз біткенше қайталап шығамыз. Міне ең соңғы қабатына қаймақ пен ірімшігімізді жағып шығамыз. Бауырдан құймағымыз салмасын сіңіргенше шамамен 1-2 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа жібереміз. Ал егер де тортты тәрелкеде жинаған болсаңыз, бірден безендіріп тоңазытқышқа салсаңыз болады. Уақыт өткеннен кейін шеңберді шешіп, безендіруге кірісеміз. Жан жағын майонезбен немесе қаймақпен жағып шығамыз. Торттың ортасына кішкене тәрелке қойып, жан жақтары мен шет-шеттерін аскөкпен сеуіп шықтым. Әрине безендіру жағын өз қалауларыңыз, фантазияларыңыз бойынша істей берсеңіз болады.
Мысалға, үстіне саңырау құлақты маринадталған корнишондармен, зәйтүндермен әсемдесеңіз де болады. Үстіне майда күштен өткізілген ірімшікті сеуіп шықтым. Шеттерін тазартып сүртіп шығамыз. Міне біздің ерекше, биік, нәзік әрі өте дәмді тортымыз дайын болды. Міндетті түрде мерекелік үстелге әзірлеуге кеңес беремін. Бауырдан тортты кесу өте жеңіл, шашылып, бөлініп кетпейді. Астарыңыз дәмді болсын. Сиырдың бауыр етінен дайындалатын патша бауыры, яғни печень по-царскийдің глютенсіз әзірлену жолын көрсетемін. Бауыр жеңіл және өте пайдалы ас. Дәрумендердің, микроэлементтердің және амино қышқылдардың бай көзі, яғни оның құрамында пайдалы заттар жетерлік және аз қорытуға және пайдалы заттардың сіңуіне көмектесетін дайын ферменттердің қоймасы. Сондықтан осындай тез сіңімді, тойымды, тіл үйіретін, жұмсақ, нағыз патша бауыры деп айтуға тұрарлықтай асты менімен бірге әзірлеңіздер. 300 грамм сәбізді үлкен үкіштен өткізіп аламыз. Әрине комбайнда міндетті емес, кәдімгі үкіштен өткізе беріңіз. Гүхей майына немесе өсімдік майына орта отта 200 грамм пиязды қуырып аламыз. Пияз кішкене қызарғаннан кейін үкіштен өткен сәбізді және 200 грамм болгар бұрышын қосамыз. Достар, қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, келесі видео рецепттерімді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Дәміне қарай тұз, бұрышты қосамыз. Болгар бұрышы және сәбіз жұмсарғанша қуырып алуымыз қажет. Келесі бауырды осындай блендерде немесе ет тартқышта өткізіп алсаңыз болады. Әрине 1 килограмм бауырды әзірлеудің қажеті жоқ. Сіз 500 грамм бауыр алсаңыз да жеткілікті. «200 грамм пиязды қосамыз. Мысалға, сіздерде 500 грамм бауыр болса, 100 грамм пияз қосасыз. Солайша барлық ингредиентті екіге бөліп шығуыңыз қажет. Тұз бен бұрышты дәміне қарай қосыңыз. Үш 4 дана сарымсақ, 2 дана жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып алуымыз қажет. Бауырға глютенсіз ұнды қостым. 40 грамм күріш ұны мен 40 грамм жүгері ұнын қостым. Қолыңызда бұл ұндар болмаса, 80 грамм бидай ұнын қоса берсеңіз болады. Іртіксіз бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Баяу отта табаны қыздырып, бауырды қуыра бастаймыз. Табаны майламай қуырып едім, кішкене алынуы қиын болғандықтан келесі бауырлардың астын майлап қуыра бастадым. 2 табада қуыру уақытыңызды үнемдейді. Енді салмасын дайындаймыз. 180 грамм ірімшік пен 270 грамм қаймақты алып араластырып аламыз. Міне бауырымыз дайын болды. Қуырылған көкөністер, яғни зажаркамыз бен салмамызды алып, кезектестіріп, біріктіріп жаға бастаймыз.
Алдымен бауыр, үстінен ірімшікті жағамыз. Келесі қуырылған көкөніс, қайтадан бауыр, үстінен ірімшік емес зажарканы қоямыз. Және ең соңында ірімшік пен қаймағымызды жағамыз. Пісіруге арналған табаға қоямыз. Дәл солай қалған бауырларды қайталап шығамыз. Табаның бетін фольгамен жауып, 180 градуста 10 минутқа жібереміз. Мінекей біздің өте дәмді, пайдалы асымыз дайын болды. Отбасыңызға, жақындарыңызға міндетті түрде әзірлеп беріңіз. Сиыр бауырының ең қарапайым, жылдам, дәмді әрі жұмсақ түрде қуыру әдісімен бөлісемін. Толық ингредиенттер тізімін осы видеоның астында да көре аласыздар. Алдымен пиязды турап алдым. Біздің пияздар бауырдан 2 есе аз болуы керек. Осылайша 2 бөлікке бөліп турап шығамыз. Бауырды пиязбен пісіретіндіктен, оны алдын ала сүтке малудың қажеті жоқ. Жай ғана суда шайып, қабыршықтардан тазарту керек. Мен бауырды базардан алып келіп жылдам қуыруға кірістім. Ал сіздер болса, асықпасаңыздар, алдын ала кішкене тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Сонда бауырларыңыз жылдам әрі оңай туралады. Осылай тілімдерге бөліп, бірдей тіліктерге кесуіміз қажет. Және ортасында кездесетін қабыршықтарды барынша алып тастаған жөн. Бауырды жақсылап тұздап, қара бұрыш және ақ бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Табаға май құйып, оны қыздырамыз. Содан кейін бауырды салып, үнемі араластыра отырып, жоғары отта қуыру қажет. Араластырып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Негізінде бауырдың дәмі тәтті болғандықтан тұз көп қажет. Сондықтан да қуырылып жатқан кезінде тұз бен бұрышты тағы қосып араластыруды ұмытып кетпеңіз. Сол үшін де маңызды сәттердің бірі біздің бауыр жақсы тұздалған болуы қажет. Бауырдың түсі осылай ағарғаннан кейін пиязды қосып жақсылап араластырып қуырамыз. Астындағы суы буланып, пиязымыз еріп, қоңыр түске ие болса, біздің бауыр дайын болды. Әрине, бауырды пісірудің бірнеше әдісі бар. Піскеннен кейін бірнеше қасық қаймақ қосып, 1-2 минут отта ұстап жесеңіздер болады. Бірақ мен сіздермен ең қарапайым және сәтті әзірленудің жолымен бөлістім. Сондықтан да пайдалы ас әзірлеп жақындарыңызды қуантыңыз. Видеом ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, келесі видео рецепттерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сау болыңыздар!